Алғашқы финалист анықталды. Меркі Қант командасы Қазақстан Көкпар Кап клубтық командалар арасындағы республикалық турнирде финалға шықты. Дәл қазір ойын аяқталды. Менің жанымда Меркі аудандық Көкпар Федерациясының басшысы Болат ағамыз тұр. Бөке, жеңіс құтты болсын. Тағы да қолыңызды алайын. Ерекше ойын болды. Онда 2 есебімен ұттыңыздар. Даусыңыз қатты шықты. Ойын барысында эмоцияға берілеміз, оңай емес, балаларды дайындау өздеріңіз білесіздер, ойын қандай. Олар да өте ойынды үлкен додада жүрген командалар. Біз енді мынау Меркі ауданынан келіп отырық. Ойын балаларға рахмет, жақсы ойнады. Енді ұйымшылдық бар. Осы уақытқа дейін бірнеше турнирлерге қатыстыңыздар. Жалпы федерацияның бастамасымен жүзеге асып жатыр ма? Енді команданы алып жүру оңай емес. Біз енді өзіміздің мына спонсорларымыз бар, Меркі Қант деп атқанымыз, Меркі сақ завод бар, білесіздер. Сол кісілер қолдау көрсетеді, директор Нұржан ағамыз бар. Одан кейін мына ортада Береке деген атшы болып жатыр. Соны Дәулет Жұмабаев деген бауырымыз. Ол кісі осы командаға қолдау көрсетіп, ата беріп. Енді әлі біраз балалар бар Меркі ауданының. Енді мынадан кейін біраз адамдар қолдау көрсетеді. Кішкене бұдан да командамызды дұрыстаймыз, жасақтаймыз. Әрі Меркіде жас балалар көп. Соның бәрін осы ұрықтеп атты. Мынау кішкене жанкүйерлеріміз көп бізде Меркіде. Сол халықтың қолдауымен әйтеуір міне бірінші Алланың қолдауымен, екінші халықтың қолдауымен міне осы Шымкентке келіп, міне бүгін Алла қаласа 1-2-ге шықтық финалға енді. Жеңіске ұмтылатын шығарсыздар. Енді әрекет биылға әйтеуір Алланың қалауымен биыл өзіңіз көрдіңіз. 3 рет, 4 рет жақсы ойын болды. Соның 4-еуінде де жеңіске жеттік Меркі. Жақсы. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Осы сіздер сияқты осындай командалық ойындарды қолдайтын азаматтар көп болсын. Сіздерге рахмет. Алғысымыз шексіз федерация президенттеріне. Алғысымыз шексіз өте. Жақсы. Сәттілік тілейміз. Аха, рахмет.